Ары қарай сабағымызды жалғастыратын болсақ, келесі тақырып бізде ангидрид. Ангидрид деген сөз грек тілінен аударғанда сусыз деген мағынаны білдіреді. Яғни ол деген сөз кез келген химиялық қосылыстың құрамынан суын алып тастаған кезде түзілетін оксид. Енді сәйкес ангидридті анықтаңыз деп тапсырмалар берілген, бірге анықтайық. Ангидридтің жаңағы формуласын анықтау үшін сол қышқылдың құрамындағы орталық атомның тотығу дәрежесін анықтап, сәйкес оксидін жазамыз. Мысал алатын болсақ, H2O3 деген бізде фосфорлы қышқыл. Оның құрамында сутегі бізде +1, оттегіміз бізде -2, сол кезде -2-ді 3-ке көбейтсек бізде -6, -6-ға мына жерде сутек +3, значит бізде фосфорымыз +3 шығады. Яғни фосфордың бізде 3 валенті оксиді әрине бізде не болады екен? P2O3 шығады. Сол кезде фосфорлы қышқылдың ангидриді бізде не екен? P2O3 деген оксид екен. Келесі H3PO4-тің құрамындағы сутегі бізде +1, оттегі бізде -2, сонда -8, мынауымыз бізде +3, яғни бізде фосфорымыз +5 шығады. Сол кезде оксидінің формуласы P2O5 деген шығады екен. Бұл бізде орта фосфор қышқылының ангидриді. Келесі хлорлылау қышқыл екен. Хлорлылау қышқылдың құрамында бізде сутегіміз +1, оттегіміз -2, яғни бізде хлорымыз +1 екен. Сонда хлорлылау қышқылдың құрамындағы хлордың оксидінің формуласы бізде хлор 2O болады екен. Келесі хлорлы қышқыл дейді, яғни бізде H-ымыз +1, оттегіміз -2, сонда хлорымыз бізде +3 болады екен. Сонда хлорлы қышқылдың оксидінің формуласы бізде хлор 2O3 болады екен. Келесі хлорлау қышқыл бізде H-ымыз +1, оттегіміз -2, сол кезде -6, сол кезде хлорымыз +5, сонда хлорлау қышқылдың ангидридінің формуласы бізде хлор 2O5 екен. Келесі хлор қышқылының формуласын көріп отырсыздар. H-хлород4, оның құрамындағы бізде H-тың тотығу дәрежесі +1, оттегіміз -2, хлорымыз бізде +7 болады екен. Сонда бізде сәйкес ангидридінің формуласы хлор 2O7 шығады екен. Келесі марганец қышқылы бізде H-ымыз +1, оттегіміз -2, сонда марганец бізде +7 болады екен. Сол кезде марганец қышқылының ангидридінің формуласы бізде марганец 2O7 болады екен. Яғни былай ғой, мысалы үшін мына тұрған оксидтердің барлығына сіз су қосатын болсаңыз, сәйкес қышқылдары бөлінеді. Мысалы үшін кез келгеннен бір-екі мысал көрсетейін. Мысалы бізде орта фосфор қышқылы қосылған су тең болады бізде H3PO4 шығады екен. Теңестіретін болсақ, фосфор мына жерде 2, сондықтан мына жерде 1, алдына 2 қоям. Сутегіміз бізде 6 болып кетті, алдына 3 қоям. Реакциямыз теңесті. Міне, сонда кез келген ангидридке сіз су қосатын болсаңыз, сәйкес несейсіз қышқылды алады екенсіз. Дәл сол сияқты мысал бізде марганец 2O7, осыған біз су қосатын болсақ, бізде алынады екен HMnO4. Теңестіретін болсақ, мына жерде марганец 2 болып тұр, сондықтан алдына 2 қоямыз. И реакциямыз теңесті. 7 оттек, 1 оттек, мынау жерде 8 оттек. Барлығы теңесті. Келесі ақпарат бізде жадында жүрсін, яғни Усманов кітабынан алынған 8-ші сыныптың ақпарат. Фосфор оксиді дейді. Суды өте жақсы сіңіретін ұрғатқыш зат. Ол кальций хлоридінен 30 000 есе, концентрлік күкірт қышқылынан қарағанда 300 есе қуаттырақ екен. Реакциялар көрсетілген. Мысалы үшін HNO3 деген азот қышқылына сіз фосфор оксидін қоссаңыз, сізде жаңағы метафосфор қышқылыменен N2O5 деген оксид бөлінеді. Яғни бізде сонда азот қышқылының құрамындағы суды тартып алып, өзі қышқылға айналды да, ал мынадан бізде не шықты? Ангидрид бөлінді. Келесі сол сияқты мысалы H2S4, оған сіз P2O5 қоссаңыз, сізде тағы да метафосфор қышқылы алынады, және де бізде SO3 деген күкірт қышқылының ангидриді бөлініп шығады екен. Айтып жатыр, ол тіпті қышқылдарды олардың ангидридтеріне айналдыра алады деп. Сонда бұл жерде түсінетін ақпарат не? Ұмытпауымыз керек, фосфор оксиді бізде кальций хлориді, кальций хлорид, сонымен қатар концентрлік күкірт қышқылы үшеуі де бізде суды өте жақсы сіңіретін заттар екен. Келесі слайдта бізде көрсетілген. Енді мына слайд туралы мен көп айтпаймын, бірақ бұл слайдты сіздер жазып дәптерге сызып алыңыздар. Себебі бұл слайд сіздерге жақсы жаңағы
справочник ретінде жүреді екен. Өйткені келесі слайдтарда біз реакциялар құрастырамыз. Сол кезде осы кестеге қарап отырып құрастырсаңыздар болады. Мысалы бізде қышқылдық оксидтің мысал ретінде көмірқышқыл газы. Суға сіз су қоссаңыз көмірқышқылын аласыз. Ал сол көмірқышқылының сәйкес біз жаңағы бізде анионы мынау бізде атауы бізде карбонат деп аталады. Және оның жаңағы тұзы мысалы үшін бізде литий карбонат ретінде мысал келтіруге болады. Сол сияқты мысалы үшін күкірттің 4 валентті оксидінде бізде күкіртті қышқылды аламыз. Оның құрамындағы жаңағы анионның атауы бізде сульфид. Мысал ретінде алатын болсақ, натрий сульфидін келтіруге болады. Сол сияқты SO3 суға түскен кезде реакциямен бізде алынады күкірт қышқылы. Құрамындағы анион бізде сульфат, натрий сульфаты мысал. N2O3 бізде азоттың 3 валентті оксиді. Оған сіз су қоссаңыз саласыз HNO2 азоттық қышқылды. Және бізде оның құрамындағы анион бізде нитрит деп аталады. Натрий нитриді мысал бола алады. Енді бұлардың барлығын біз кейін қазір оксидтер өтіп жатырмыз, қышқылдар, негіздер өткен кезде тағы да өтеміз. Бірақ бұл бастамасы ретінде сіздерге жақсы алғышарт болып табылады. Келесі N2O5 бізде азоттың 5 валентті оксиді. Соған су қоссаңыз сіз HNO3 аласыз. Және бізде тұзы нитрат екен. Келесі P2O3-ке сіз су қоссаңыз H3PO3 аласыз. Оның жаңағы құрамындағы тұздың атауы бізде фосфид деп айтылады. Натрий фосфидті соған мысал екен. P2O5 болса бізде алынады екен H3PO4 немесе орта фосфор қышқылы. Сәйкесінше жаңағы бізде PO4 деген бізде фосфат қалдығы, қышқыл қалдығы. Мысал ретінде натрий фосфатын айтуға болады. Келесі силициум 2 бізде кремний диоксиді. Оның қышқылы бізде кремний қышқылы. Тұзы бізде силикат деп айтылады. Мысалы үшін мынау бізде натрий силикаты. Келесі хромның 6 валентті оксиді бізде хром. Оған су қоссаңыз сіз жаңағы H2 хром 2 O4 аласыз. H2 хром O4 хром қышқылы. Оның тұзы бізде хромат. Және бізде калий хроматы мысал ретінде болып тұр. Келесі бізде марганец 2 O7 бізде марганецтің 7 валентті оксиді. Оған су қоссаңыз сіз марганец қышқылын аласыз. Және көріп отырсыздар мына жерде калий перманганаты соған тұз ретінде мысал болып табылады. Мынау бізде сонда жаңағы перманганат деген анион екен, қышқыл қалдығының атауы. Келесі хлор 2 O7-ге сіз су қоссаңыз H хлор O4 аласыз. Қышқыл қалдығының атауы бізде перхлорат. Келесі хлор 2 O5 бізде хлордың 5 валентті оксиді. Оған су қоссаңыз сіз H хлор O3 аласыз. Ал оның жаңағы тұзының атауы бізде калий хлор O3 екен, немесе хлорат деп айтылады. Келесі бор 2 O3-ке сіз су қосатын болсаңыз бор қышқылын аласыз H3BO3. Оның жаңағы атауы бізде борат екен, барат деп айтылады. Енді келесі слайдымызда оксидтердің алынуына тоқталатын боламыз. Жалпы бұл оксидтердің алыну жолы әдістер өте көп негізі. Мына кітаптан алынған шағын ақпарат. Мысалы заттардың жану арқылы алуға болады оксидтерді. Мысалы магнийсіз реакцияға түсірсеңіз оттекпен магний оксидін аласыз. Немесе күкіртке оттек қоссаңыз сіз жаңағы күкірттің диоксидін алады екенсіз. Жаттап жазып қойсаңыздар болады. Келесі сонымен қатар бізде мысалы үшін метан деген нәрсе, мынау CH4. Осыған сіз оттек қоссаңыз, мына заттың да сутектің де көміртектің де оксидтерін алып, CO2 менен су шығады екен. Реакцияны ары қарай теңестіреміз. Келесі алыну әдістерінің бірі бізде күрделі заттардың айырылуы. Мысалы бізде кальций CO жадыраған кезде бізде бөлінеді екен, кальций CO менен CO2 бөлінеді. Дәл сол сияқты қышқылдардың ыдырауына келтіретін болсақ, мысалы мынау бізде кремний қышқылын қыздырған кезде бізде термиялық ыдырау кезінде су менен кремний диоксиді бөлінеді екен. Сонымен қатар ерімейтін негіздер, тұнба күйіндегі негіздерді қыздырған кезде, мысалы үшін бізде купрум-OH тұнба, бізде сәйкес оксидтер алынып, купрум-O менен су шығады екен. Келесі слайдымызда қышқылдық оксидтердің химиялық қасиетіне тоқталатын боламыз. Қышқылдық оксид қосылған су тең қышқыл деген алтын ережені ең алдымен білуіміз керек. Сонда мыналардың барлығы бізде қышқылдық оксид. Осыларға су қоссаңыз сізде қышқыл шығады екен. Ал енді қай қышқыл екенін білу үшін мен сіздерге бағана жоғарыда көрсеткен қышқылдар кестесін қарасаңыздар болады. Осыған осы кестеге сүйенетін боламыз. Кеттік. Біріншісі, күкірттің
төрт валентті оксиді, яғни бізде SO2 қосылған су тең болады бізде H2SO3 деген күкіртті қышқыл алынады екен. Себебі бізде мұнда күкіртіміз +4, мұнаның құрамында күкіртіміз +4, немесе осы жоғарыдағы кестеге сүйенесіз. Міне SO2 сәйкес бізде қышқыл қандай екен? H2SO3 екен. Келесі реакциямызды қарастыратын болсақ, SO3 қосылған су тең болады бізде H2SO4 шығады. Өйткені мына S-тің тотығу дәрежесі бізде +6, күкірттің тотығу дәрежесі бізде +6 болып табылады екен. Келесі көміртек оксиді қосылған су, SO2 қосылған су тең болады бізде көмір қышқылы алынады екен. Оның формуласы бізде H2SO3. Кестеге қарап отырып жұмыс істейсіз бірге. Келесі N2O3 қосылған су тең болады бізде HNO2. Бұның атауы бізде азотты қышқыл екен. Келесі N2O5 қосылған су тең болады HNO3, яғни бізде азотты қышқыл алынады екен. Айтпақшы реакциялар теңестіре кетейік. Мына жерде бізде 2 азот, алдына 2 қоямыз. Сутегіміз 2 теңесті реакция. Ары қарай мына жерде 2 азот, алдына 2 қоямыз. Сутегіміз 2, барлығы теңесті. Келесі реакцияда бізде фосфордың 3 валентті оксиді P2O3 қосылған су тең болады H3PO3, яғни фосфорлы қышқыл алынады. Теңестіретін болсақ, алдына 2 қоямыз. Сутегіміз 6 болып кетті, алдына 3 қоямыз. Келесі фосфордың 5 валентті оксиді қосылған су P2O5 қосылған су тең болады H3PO4. Теңестіретін болсақ, фосфорымыз 2, алдына 2 қоямыз, мына жерге 3 қоямыз. Реакциямыз теңесті. Сонымен біз барлығымыз түсіндік. Қышқылдық оксидке су қосқан жағдайда бізде алынады екен қышқыл. Осы ережені ұмытпаңыздар. Келесі химиялық қасиеті бізде қышқылдық оксид қосылған негізгі оксид тең болады тұз. Ол тұз деген бізде қайдан шығып тұр? Тұз деген бізде мына кесте бойынша шығып тұр, мына жерден. Мысалы, SO2 болса, одан бізде кім шығады екен? Карбонат шығады. N2O5 болса, одан бізде кім шығады екен? Нитрат шығады деген сияқты ережеге сүйенеміз. Кестені алдарыңызға қойып қойыңыздар, бірге істейік. Мысалы, бізде алатын болсақ, көміршыл газы, көміртектің 4 валентті оксиді қосылған кальций оксиді тең болады. Енді кестеге қарасаңыздар, онда карбонат деп тұр, яғни бізде кальций CO3 шығады екен. Келесі фосфор оксиді қосылған натрий оксиді, фосфордың 5 валентті оксиді P2O5 қосылған натрийдің оксиді бізде натрий 2O болады. Сол кезде бізде натрий 3PO4 деген қосылыс шығады. Теңестіретін болсақ, мына жерде фосфорымыз 2, алдына 2 қоямыз, натрийіміз 6 болып кетті, алдына 3 қоямыз. Реакциямыз теңесті. Келесі реакцияда бізде күкірттің 4 валентті оксиді SO2 қосылған натрий 2O. Жоғарыда кесте бойынша бізде мынау шығу керек. Натрийдің жаңағы сульфиті шығады. Натрий 2SO3. Теңестіретін болсақ, мына жерде барлығы тең, натрий 2, күкірт 1, оттегім 3. Келесі реакцияда бізде күкірттің 6 валентті оксиді SO3 қосылған натрий 2O тең болады натрий 2SO4. Балалар, назар аударыңыздар, мына жерде SO2 болса бізде натрий 2SO3 алынады, ал егер SO3 болса бізде натрий сульфаты алынады екен. Өте мұқият болыңыздар. Келесі реакцияда бізде азоттың 3 валентті оксиді N2O3 қосылған кальций оксиді. Бізде ереже бойынша жоғарыдағы нитрит шығады. Сол кезде бізде кальций NO2 шығады, екеселенген болады. Себебі бұл бізде азотты қышқыл, яғни құрамында NO2-. Теңестіретін болсақ, мына жерде азот 2, оттегіміз 3, 4, оттегіміз мына жерде 4. Реакция теңесті. Келесі реакцияда алатын болсақ, N2O5 қосылған калий оксиді. Калий оксидінің формуласы бізде калий 2O болады. Шығаратын болсақ, калий NO3 алынады, калийдің нитраты. Теңестіру үшін
көріп отырғанымыздай азот екеу алдына 2 қоямыз. Сол кезде бізде реакция теңеседі. Келесі реакцияны құрастыратын болсақ, тағы да ережеге сүйенеміз. Бесінді металл оксиді қосылған су тең сілтірейді. Яғни бұл жерде уже біз қышқыл оксидтің барлығын тауысып болдық. Енді негізгі оксидке көшетін боламыз. Металл оксидтеріне бірге құрастырайық. Сілтіреген не еді бізде? Сілтіреген құрамында OH бар. Мысал үшін бізде. OH-ның заряды бізде -1. Мысалы жазатын болсақ, мысалы үшін натрий OH деген сияқты мысал келтіруге болады. Сонымен кеттік. Натрий оксиді қосылған су дейді. Натрий оксидінің формуласы бізде натрий EO қосылған су тең болады бізде натрий OH шығады. Натрий мына жерде 2, мына жерде бізде 1, сондықтан алдына 2 қойып жүремін. Сондай реакция теңеседі. Сонда бұдан шығатын қорытынды не? Мыналардың барлығы реакция түскен кезде бізде суменен негізгі оксидтердің құрамында барлығында OH бөлінеді. Натрий OH, калий OH, кальций OH деп кете береді. Келесінде бізде кальций оксиді қосылған су тең болады бізде кальций әрине бізде эквиваленті, сондықтан да кальций OH 2 еселенген болып жазылады екен. Келесі литий оксиді қосылған су тура натрийге ұқсайды, себебі бір топта орналасқан. Сол кезде бізде бөлінеді екен литий OH деген зат шығады. Теңестіретін болсақ литий 2 мұнда алдына 2 қойып жүремін. Келесі мысалда калий оксиді қосылған су, калий EO қосылған су тең болады бізде калий OH шығады. Калий 2 алдына 2 қоям, тура литийге натрийға ұқсайды екен. Келесінде бізде барий оксиді қосылған су тең болады бізде барий OH 2 еселенген кальцийге ұқсайды екен. Келесі стронций тоже бізде екінші топтың металы, сондықтан да барийге ұқсайды екен. Тең болады бізде стронций OH 2 еселенген. Осымен бізде негізгі оксидтердің химиялық қасиеті көрсетілді. Енді өте маңызды ақпараттарға назар аударыңыздар. Мына кестеде көрсетілген. Мысалы үшін негіздік жаңағы оксид болатын болса, мысалы натрий оксиді, калий оксиді болатын болса, олар егер суда еритін болса, нәтижесінде бізде сілт түседі екен. Мысалы үшін натрий EO, калий EO, кальций EO, барий EO деген сияқты. Ал бірақ кейбір негізгі оксидтер бізде суда ерімейді. Нәтижесінде бізде реакция жүрмейді екен. Кестені алып қараңыздар, периодтық кестені. Сол кезде алатын болсақ, мысалы үшін бізде бірінші топ металдар, жаңағы сілтілік металдар: литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций сияқты олардың барлығы бізде суда ериді екен. Сондықтан олар бізде, мысалы үшін литий EO, натрий EO-ға су қоссаңыз, сізде строго натрий OH, литий OH алдына береді. Ал бірақ екінші топтың металы бізде, мысалы үшін мына жерде бізде бериллий реакцияға түспейді. Бериллий мысалы үшін бізде магний уже не істемейді, реакцияға түспейді. Ал бірақ оның астында тұрған кальций, стронций, барий және радий. Радий ол радиоактивті металл, бірақ айта берейін. Осы мына қызылмен тұрғандардың барлығы реакцияға түсіп, нәтижесінде жаңағы сілті бөлінеді екен. Ал бірақ мысалы үшін бізде мынандай мысалы, сонда былай айтатын болсақ, натрий EO қосылған су деген реакция бізде мүмкін. Нәтижесінде бізде натрий OH алынады. Ал бірақ бериллий қосылған су деген реакция мүмкін емес, себебі бізде бериллий оксиді суға қатеді екен, суда мүлдем ерімейді екен. Мысалы үшін мына жерде кальций оксиді, бірақ ол мүмкін. Мысалы кальций O қосылған су тең кальций OH деп бізге айтуға болады. Бірақ бериллий мен магний бізде суда ерімейтін болғандықтан, оларға жаңағы бериллий оксиді қосылған су тең бериллий OH деп реакцияны өтірік құрастыруға болмайды. Мынау былай қарасаңыз теңесіп тұр, дұрыс сияқты, бірақ ол қате болып табылады. Бұл бізде нюанс уже химияның. Сондықтан да мысалы үшін бізде купр-мо, феррум-мо, магний-мо, енді одан басқа металдардың барлығы бізде көп. Сол басқа металдардың ешқайсысы, осылардан басқа металдардың оксидтері ешқайсысы суда ерімейді екен. Тек қана осы металдардың оксидтері ғана суда ериді, қалғандары мүлдем ерімейді. Дәл сол сияқты қышқылдық оксидтер, мысалы үшін бізде барлығы көбінесе қышқылда ериді.
Мысалы үшін бізде SO2 қоссаңыз SO3, CO2, P2O5 олардың барлығы бізде сумен реакцияға түскен кезде қышқыл бөлінеді. Ал бірақ бізде суда ерімейтін де қышқылдық оксидтер бар екен. Олардың біреуі бізде жаңағы силициум O2. Мысалы мынандай реакция болуы мүмкін. Мысалы үшін сіз жаңағы жазсаңыз болады. Мысалы CO2 қосылған су тең H2CO3 көмір қышқыл деп айтуға болады. Ал бірақ силициум O2 қосылған су деп алып H2 силициум O3 деп жазсаңыз, ол бізде үлкен қате. Себебі мына силициум O2 бізде құм, яғни кремний оксиді. Кремний диоксиді суда ерімейді екен. Сонымен қатар бізде амфотил оксидтер, жаңағы алюминий O3 болсын, цинко, бериллий О, сонымен қатар бағана болды ғой бізде хром O3, феррум O3, жаңағы плюмбум О дегендердің барлығы, плюмбум О, қалай О болды. Осылардың барлығы бізде амфотил оксидтердің ешқайсысы суда ерімейді екен. Сонда мысалы үшін біз былай айта алмаймыз. Алюминий O3 қосылған су тең алюминий OH деп жазу, ол қате. Алюминий O3 қосылған су тең айтсаңыз алюминий жаңағы OH3 деп. Ол бізде қате болып табылады екен. Сонда осыған назар аударыңыз. Бұл жаңағы ұбт-ға былай келуі мүмкін. Суда ерімейтін оксид, суда еритін оксид деп жаңағы. Немесе судамен жаңағы сілті түсетін оксид деп әртүрлі форматта келуі мүмкін. Соған баса назар аударсаңыздар болады. Келесі слайдымызда негіздік оксид қосылған қышқыл тең тұз плюс су деген ережеге сүйенеміз. Сол бойынша жаңағы реакция теңдеулерін құрастырамыз. Мысал бізде жазатын болсақ, кальций оксиді қосылған тұз қышқылы дейді. Кальций оксидінің формуласы бізде кальций О қосылған H хлор бізде бөлінеді екен. Кальций хлор 2 менен H2O шығады. Теңестіретін болсақ, алдына 2 қоямыз. Келесі мысалымызда бізде магний О қосылған күкірт қышқылы H2SO4, нәтижесінде бізде шығады екен магний SO4 қосылған су бөлінеді екен. Бұның енді не үшін магний SO4 дегендердің барлығын біз алдыңғы сабақтарда түсіндірген болатынбыз, формуласын қалай құрастырылатынын барлығын. Келесі мысалда бізде натрий оксиді, натрий 2O қосылған фосфор қышқылы, формуласы H3PO4 бізде бөлінеді екен. Натрий 3PO4 қосылған су шығады. Теңестіретін болсақ, мына жерде натрий 2, мұнда 3, сондықтан алдына 2 қоям, мына жерге 3 қоям. Ары қарай фосфорымыз 2 болып кетті, міне алдына 2 қоям. Сутегіміз 6 болып кетті, алдына 3 қоям. Сонымен бізде реакция теңесті. Келесі мысалда мырыш оксиді, яғни цинко қосылған азоттық қышқыл дейді. Формуласы бізде HNO2. Сол кезде бізде бөлінеді цинк NO2 екеселенген қосылған су деген өнім шығады. Теңестіретін болсақ, алдына 2 қоямыз. Келесі мысалда феррум 2O3 қосылған күкіртті қышқыл H2SO3 темірдің 3 валентті оксиді. Сол кезде бізде бөлінеді феррум 2 SO3 еселенген қосылған су шығады екен. Теңестіретін болсақ, темір мына жерде 2, SO3 еселенген, алдына 3 қоямыз, судың алдына 3 қоямыз. Келесі мысалда бізде купрум О, мыстың эквивалентті оксиді қосылған азот қышқылы бізде бөлінеді. Купрум NO3 екеселенген қосылған су деген өнім шығады. Теңестіру үшін алдына 2 қоямыз, HNO3-тың. Сонымен бізде реакциямыз теңесті.